шығып, көтіңді сүртіп. Енді бұлай отельге келіп ап, Анкараға келіп ап, боқтамай шығарсың. Долбоеб, я не понял. Проблема хоть что ли? Көтің қышы. Ондай приемдарың істемейді нахуй. Өтіңе кіріп кетейін, пожалуйста, бүгін төбелеспей ақ қояйықшы. Мен негіз төбелескім келмейді сенімен, просто оның бәрін сен бастайсың. Айтпақшы, екеуміз не, бірге жатамыз а не? Солай ау деймін, ана бүркіт аға көгілдір баламен берісуге кетті. Бля, мұнда екеуміз қазір сыймаймыз ғой? Жарайды, самый главный бас аман болсын. Оф, бля, тоқта, қалтама ақша түсті. Сен қалтаңда ақша жоқ еді ғой? Маған так жалқау братанның өзі үйретіп жатыр ғой конкретно ақша тауды. Ну нахуй. Айтпақшыдай, ешқандай пинап емес, ешқандай авиатор емес. Сондықтан смело. Профильдегі ссылка бойынша өт. Өтпесең боласың көт. Ас шешем сүйді. Қой болып кетті мына. Спортпен заниматься ету керек еді. Айтпа, көт деген былшиып кетті. Сонда сен мені дәугөт деген кеп тұрма не? Прикинь. Мал нахуй. Сен маған тиіскенше лучше барып бүркіт ағаға тиіссей. Сен маған жынды идея бердің ғой. Давай, мен спортпен заниматься етемін. Ай гөлек, бүркіттің көті дөңгелек. Сүмелек, Каспий, сен шуатқан жеріне бір-ақ айрам нахуй. Бүркіт аға көтіңді сүртіп шығарды.